Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін біз қаймақты бәліш жасаймыз, яғни сметанник. Сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышымызды сабаламыз, разрыхитель араластырамыз, қантымызды саламыз, ұнымызды саламыз, майымызды салып, қолымызбен араластырамыз, яғни крошка жасаймыз. Крошкамызға жұмыртқамызды қосып, бір жұмыртқанымызды араластырып қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп аламыз. Илеп алған қамырымызды жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, формаға, менде осылай 24 сантиметрлік формамызға саламыз. Қамырымды екіге бөліп алдым. Бірінші нан сияқты тегіс жайып шығамын, жұқа етіп. Бірінші осылай астын жайып алдым. Енді жаңағы екінші бөлігін жандарына қойып шығамын. Жандарына түгел қойып шығып, бортик жасаймыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Қаймаққа 4 жұмыртқаны, қантымызды араластырамыз. Ванилин қоссаңыздар да болады. Мен дәмді болу үшін қостым. Винчикпен араластырып шықтым. Сіздер вилкамен араластырсаңыздар да болады. Тек миксермен араластыруға болмайды. Енді салмасын пирогымыздың ішіне құямыз. Қызып тұрған табаға 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Қаймақты бәлішіміз дайын болды. Бетін осылай жеміс-жидектермен әсемдеп шықтым. Сіздер қолда бар жеміс-жидектермен бетін осылай әсемдеп шығуға болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Қонақтарыңыз келгенде істеп берсеңіздер, риза боп қуанып қалары сөзсіз. Құрамы да оңай, әрі тез дайындалады. Төменге описанияға рецептін қалдырдым. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.